Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге ДЦП диагнозы бар қызға бет массажын жасап көрсетемін. Бұл ДЦП кезіндегі массаж общий массажбен бірге беті де бірге жүреді. Себебін түсінікті деп ойлаймын. Көбінесе ДЦП-сы бар балаларда сөйлеу кешеуілдейді, немесе дұрыс әріптер шыға бермейді. Сондықтан бұл логопедтік массаж ретінде деп саналады, бірақ логопедке қосымша бұл қыз барып жүр, себебі тілінің, ортының арасына да массаж жасалынады. Бұл қызда әріп толық айтылмайды, сөйлемде айтылмайды, бірақ қазір улучшение бар, себебі ауыз айналасындағы бұлшық етпен иектің астын массаж жасау арқылы тілге әсер ету арқылы кейбір әріптер, сөздер шыға бастады. Енді сіздерге толық массажды көрсетуге мүмкіндік болған жоқ, тек бет массажын көрсетеміз. Егер сіздің балаларыңызда ДЦП болса, өзіңіз үйде отырып осылай массаж жасасаңыз болады. Бұл 80%-ға әсерін беретін массаждың түрі. Бұны қалдырмай 10 күн істеп, 10-20 күн демалу арқылы қайтадан 10 күн істеулеріңіз қажет. ДЦП-ны бір жылда емдеп кететін ауру емес, сондықтан ұзақ жылдар сіздерге массаж алуларыңызға тура келеді. Бұлшық етті нығайтып, нерв клеткаларына әсер ету арқылы баланың сөйлеуін жақсартуға болады, 100% болады. Тек оған шыдам керек. Ал сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Видеоны қараңыздар. Сонымен ең алдымен детский кремді алып, бетіне жай жағып, расслабляющий легкий массаж жасаймыз. Жай ғана сипалап, барлық бетіне кремнің жағылуын қамтамасыз етеміз. Одан кейін бізде маңдай тұсына массаж жасау басталынады. Екі қастың ортасы нервный клеткаларға әсер ететін точка болып саналады. Сондықтан осы аймақты жақсылап жасаймыз. Қастың екі жанынан, ортасынан, соң жағынан алып, шашына қарай сызық жүргізу арқылы массаж жасаймыз. Бұл жерлерде нерв клеткаларына әсер ететін точкалар орналасқан. Екінші мұрын тұсына түсіп, бетіне қарай кішкене салмақ түсіре отырып, бірақ балаға ауыр сынбайтындай массаж жасаймыз. Екіншісі қасынан осылай бетіне қарай жасауымыз қажет. Беті болғаннан кейін аузының айналасына, яғни кольцевая мышцаға әсер ету арқылы жасаймыз. Бұл кезде де қаттырақ басуға тырысамыз, бірақ бала ауырсынуды сезінбеуі қажет. Әр жаттығуды 3-4 рет қайталаймыз. Бұл сіздерге видео болғандықтан кішкене қысқарақ жасалынған, бірақ ұзақ жасауларыңыз қажет. Кейін бет тұсын, егін осылай әр точкасын басу арқылы массаж жасаймыз. Мұрнының екі жаны бұл инфекциялық ауруларға, мұрын бітелуге көмектеседі. Мұрнының екі жанын басу арқылы да массаж жасап жатқанда істеуіңіз қажет. Ендігі кезекте массаж иегіне жасалынады. Осы жерде нүктені басу арқылы иектің тура ортасына тілге әсер ете аласыз. Осы жерге екі қолыңызбен жанына қарай тартқылап жасап, ортасындағы точканы басып массаж жасауыңыз қажет. 4-5 рет жасап, ауыз тұсына жасап болғаннан кейін осылай расслабляющий шымшылап массаж жасаймыз. Енді құлақ тұсына өтеміз. Құлақ тұсында жасалған кезде ұйқы шақырады бұл массаж. Және де құлағының сырға тағатын нүктесінде қаттырақ ұстап тұрсаңыз, ол иммунитетті көтеретін нүкте болып саналады. Сол нүктелерді басу арқылы иммунитетті көтеруге тырысамыз. Екі құлағына да жасалынады. Қалдырмаймыз, асықпай. 3-4 рет жасау арқылы балаға толық массаж курсын жасауыңыз қажет. Массажда аяқтарда баланың бетін осылай толығымен артқа қарай тартып, егінде ұмытпай, соң рет бір рет сипалау арқылы массажды аяқтаймыз.